әскери бригада қызмет мерзімін атқарған жауынгерлердің тумен қоштасу рәсіміне сапқа тұрғызды. Армысыздар, мырзалар, мерзімдері аяқталу рәсімімен құттықтаймын. Бүгін 29-108 әскери бөлімде 44-ші шабуылдаушы артиллерия бригадада жеке құраммен ортасы рәсім өтті. Осыдан бір жыл бұрын мамыр айында бұл сарбаздарымыз бізге жап-жас жігіттер болып келеді. Ал бір жылдың ішінде біз бұлардан нағыз еркек, нағыз өзінің елінің патриоты, өз ісінің маманы, арасында әскери барлаушылар бар, артиллеристер бар. Осылардың бәріміз бір жылдың ішінде тәрбиелеп, мықты деген біздің артымыздан келе жатқан әскери қызметшілерімізді тәрбиелеп бүгін шарт салдық. Сегодня в войсковой части 29-108 было прощание с флагом призыва 1.24. За столь короткий срок, за 1 год, научились многому: воинской дисциплине, боевой подготовке, дружбе, сплоченности. За это хотелось бы сказать большое спасибо управлению бригады войсковой части 29-108, а также хотелось бы поблагодарить сержантский состав, офицерский состав 4-го реактивного артиллерийского дивизиона. Большое всем спасибо. Также хочется сказать своим сослуживцам, чтобы в жизни нашли свое место, чтобы добились своих целей, успехов. Благодарен войсковой части 29-108 за такую службу.